Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ECP кілтін үйден шықпай-ақ қалай алуға болады көрсететін боламын. Біз ол үшін осы PKGov.kz порталына кіреміз. Бұл жерден басты беттен ECP кілттерін алу деген бөлімге өтеміз. Бұл жерде сіздер заңды тұлғаға аласыз, жеке тұлғаға аласыз, немесе бейрезидент шетелдіктерге аласыздар ма таңдайсыздар. Бұл елдің азаматы болмаса бейрезидент деген таңдаймыз. Жеке тұлғаларға алуды көрсететін боламын. Мінекей, үйден шықпай-ақ ECP кілттерін алу. Осы батырманы басамыз. Онлайн, міне, ECP-ны қашықтан алуға Gov'тан онлайн сұрау батырмасына өтеміз. Бұл жерге кіргеннен кейін жеке тұлға дегенді таңдаймыз. ЖСН-імізді енгізетін боламыз. Сұраныс жіберу. Жеке куәлік дегенді таңдаймыз. ECP алуға көшу. Телефон номерімізді жазамыз. SMS код келеді. Получить код. Мінекей бізде кодымызды жазып кіргеннен кейін мынандай QR код келеді. Осы QR кодты сканерлеп алып, фотоға түсетін боламыз. Міне осылай проверкадан өткеннен кейін сізде осылай запрос доступа деп шығып тұрады. Ол жерден разрешить деп рұқсат дегенді басатын боламыз. Пайдаланушылық келісімді оқыдым, және де шарттармен келісемін деген бөлікке галочка ұрып, енгізу батырмасын басамыз. Одан соң кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру деген бөлікке өтеміз. Сіздер дербес компьютерден өзіңіздің қай жерден сақтап аласыздар. Біз сақтау орнын таңдайтын боламыз дербес компьютерін. Мен рабочий столға сақтап қойдым. Осындай папка ашып, құптау деген батырманы басамыз. Келесі сертификаттарды жүктеу. Құпия сөзді енгіземіз. Ағылшын тіліне аударып аламыз. Құпия сөзді құптау дегенге қайталап паролімізді енгізетін боламыз. Сөйтіп құптау деп басамыз. Мінекей, сертификаттар сәтті орнатылды, ECP кілттері қолдануға дайын деп шығып тұр. Мінекей біздің ECP кілтіміз дайын. Енді пайдалануға болады. Менің ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар болады. Пайдалы көптеген бұдан да басқа ақпараттармен ұдайы бөлісіп отырамын. Сау болыңыздар.